Мына үлкен немерем Хамза. Қазір 15 жаста, кеткенде 8 жаста екен, сол шамада болыпты. Мынау Хасан кішкентай, кеткенде 5-тен кетті. Қазір 12-ге толыпты. Кейде тіпті ұлан қожа бұларынан әше қалайсыз дегені. Әсілі апамыз қызы мен немерелерін күткелі биыл 4-ші жыл. Сириядан қаралы хабар жеткен. Бірақ жалғыз бастана Шамдағы шатақ жалғызының өмірін өзді дегенге сенбейді. Сенгісі де келмейді. 17-ші жылы сентябрьдің басында сол соңғы сөйлескенім қызыммен. Сентябрьдің аяғында хабар келді ғой. Қызыңыз тұрып жатқан үйге бомба түсіп, балаларыңыз жоқ. Bir тентек пісіруге де қорқам. Балдарым тірі шығады. Ол Лунараны жалғыз өзі өсіріп жеткізді. Бар жақсыны кигізіп, бар тәттіні жегізді. Жалғызы тұрмысқа шығып, дүниеге немерелер келгенде қатты қуанған. Бірақ көп замай жастардың айтар әңгімесі таусылыпты. Бұл 2013 жыл болатын. Сирия аумағында бір-біріне бағынбайтын бірнеше қарулы топ соғысып жатты. Лаңкестердің құқайынан қажыған жергілікті халық туған жерін тастай қашқанда, мысық тілеу идеологияға уланған жерлестеріміз керісінше сол тозаққа асықты. Теріс ағым Лунараны да ағызып әкетті. Радикалды бағыттағы ағымдағы ұстанушыларда сол ислам келгенге дейінгі әйелдердің құны қандай болған, қазір де сондай секілді сезінетін адамдар бар. Бұл дегеніңіз не? Бұның артында отбасы институтының құлдырауы бар біріншіден. Екіншіден, отбасы институтындағы баланың тағдыры кімге сеніп тапсырып жатырсыз? Күйеу балама да сөйдедім. Сен неге о қызда сен қыстың, сен, по-моему, ты ее просто тупик загнал, поэтому она хотела просто куда-то уехать, избавиться от тебя, сөйдеймін. Қалай адасты, қалай бұндай болып білмеймін. Жүрегім өлгенін сезбейді, шын айтайын. Әрімге шен сезбеймін де, сенгім келмейді демен. Сол күнде сенгім жоқ, Аллаға шүкіріне боламын келді ол. Қалған балдардан шығады деген үміттемін мен. Мақсұт Лунараның кенжесі. Анасы мен ағасынан қалай, қашан көз жазып қалғаны есінде жоқ. Бірі білетіні, көрінгеннің босағасында тентіреп жүріп кебек жегені. Аш құрсақ баланы азаптан ақтөбелік орыс келіншек құтқарыптымыз. Ол жеткіншекті содырлардан жасырып босқындар лагеріндегі қазақ жамағатына табыстаған. Помню, там бомбежка. Если куда-то поедешь или пойдешь, в любой момент ты можешь умереть или бомбу скинуть. Тут в Казахстане, тут весело, тут можно найти друзей, тут есть речка, озера. А в школе мне нравится, как я учился. Батыс Қазақстан облысында 122 адам Бусан операциясымен келген. Соның ішінде 31 әйел азаматша, 1 ер азамат, 89 бала бар. Оның жартысына жуығы 45, сол 46 шамасында мектеп жасында. Жетім балдар үйінде емес, бәрі туған туысында. Мақсұт ортаға тез бейімделді. Карантин талаптарына сай қазір қашықтан оқиды. Үлгерімі де жақсы. Әжесі екеуінің жалғыз тілегі жақындарының амандығы. Мама, слышишь меня? Я жду тебя, возвращайся скорее. Бабушка тоже ждет тебя, пожалуйста. Естіп отқан адамдар болса, қызым сондай қалипса, қайтарыңдар деп ойлаймын. Басқа ешқандай бұл өмірде мен арманым жоқ, сол балдарым оралса, соған жететін ештеңе жоқ, ата-ана үшін. Өкінішке орай көптеген балалар жетім қалды. Кім жауап береді үшін? Осы кішкентай баланың мысалы көзінен аққан жас. Кішкентай баланың мысалы басқа балалар әке-шеше деп, басқа әке-шешелерінен жабысып жатыр. Бұл балалардың мысалы не кінәсі бар?
сондықтан біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Осындай азғындыққа, адасушылыққа барған адамдар қиямет күні жауап береді. Біреудің көз жасына себеп болды, біреудің жылауына себеп болды, тіпті сол балдардың болашағына балта шабуылға себеп болды. Қарулы қақтығыс аймағынан оралғандар жерлесіміздің үйіне бомба түскенін көрген. Бірақ Әсілі апамыз қызым тірі, тек тұтқында болуы мүмкін деп өзін жұбатады. Гүлдің ерте солуы мүмкін емес деген ол жол торауылдап әлі де ұлын арасын күтуде.